Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Сіздермен бірге біз айтсақ хабары. Бүгін біздің хабарымыздың қонағы Батыс Қазақстан облысындағы рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңсесінің басшысы Туркина Айгүл Серікқызы. Қош келдіңіз. Шақыртуымызды қабыл алып, қонақ болып келіп жатсыз. Көп алғыс. Енді осы жобалық кеңсенің басшысы жуырда тағайындалған екенсіз. Қызметіңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Жобалық кеңсенің жаңа басшысы алдында қандай жұмыстар күтіп тұр? Жоспарыңыз, мақсат міндеттеріңіз туралы айтсаңыз. Енді еркін біріншіден қош көрдік. Рахмет көп. Мынандай маңызды сұхбатқа шақырғандарыңыз. Енді рухани жаңғыру бағдарлама енді бәріне 4 жылда адамның ойында да, сөзінде де, бәрі жерде бар ойында. Таныс қой рухани жаңғыру. Енді біреулер жақсы бағдарлама дейді, біреулер айтады, ой, нәтижесі жоқ, тек қана әңгіме деген сондай әңгімені естіп жатырмыз. Бірақ та мен өзіме қарағанда, мүмкін мен мына жұмысқа келмесем, ондай мүмкін ойымда болар еді. Бірақ та енді қазір мына 6 айдың үстінде рухани жаңғыру жоба кеңсесін басқарып отырмын. Жұмыс деген көп. Алдымызда қойған мақсаттар, армандарымыз өте маңызды, өте көп. Бұл жұмыс халық үшін, өзіміз үшін, мына ел үшін жұмыс. Оны біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Енді қазіргі 4 жыл өткесін рухани жаңғыру елбасының 2 мақаласынан тұрады ғой, өздеріңіз білесіңдер, болашаққа бағдар және де ұлы даланың 7 қыры. Қазіргі жағдайда 4 жыл өткесін мына жақында өзіміздің президентіміз ұлттық рухани жаңғыру деп бағдарламаны айтып отыр. Ол тек қана бағдарлама емес, ол именно ұлттық жоба. Ұлттық жоба мен бағдарламаның айырмашылығы өте зор. Мысалы, бұрын біздер бағдарлама ретінде айтып отырмыз, насихаттап отырмыз. Мысалы, есеп аламыз мемлекет органдардан, аудандардан. Қазір енді ұлттық жоба болғасын, ұлттық жоба болса, ол енді біріншіден индикаторлар болады. Екіншіден бюджеті болады, өзінің қаражаты бөлінеді. Үшіншіден оның нәтижесі болады. Ол мемлекеттің бағдарламасы ретінде болады. Ол бізге өте үлкен дәреже, біздерге өте үлкен сондай жақсы жаңалық. Енді біздің жобамыз Батыс Қазақстан облысында алдымызда өте көп нәрсе бар. Мысалы, 6 айдың ішінде біздер бірнеше өзіміздің жобаларымызды өмірге әкелдік. Ол біріншіден киелі жерлер, танымайтын, қалай айтайын, халықтың арасында білет, бірақ та насихаттап оны басқа біреулер білмейтін киелі жерлерді тауып, соны алдымызға халықтың алдына көрсетіп жатырмыз. Роликтерін түсіріп жатырмыз, және де оны мемлекет органдарының алдына осы жерлерді дұрыстап жұмыстандыру, және де айтайын, ограждениялар болу керек. Енді кісілер келгесін, оған жағдай жасау керек. Соны алдымыздағы сол мақсат. Екінші мақсат, мысалы, жол бойынша келе жатқанда машинамен біздер ішкі туризм дамыту керекпіз деп айтамыз ғой, да? Сонда біздер өзіміздің кішкентай үлесімізді қосқым келіп тұр. Біріншіден ол қалай болады? Келген кісі туристер бірінші құлақпен қарайды, сосын көзбен көрінеді. Келе жатқанда міндет түрде баннер болу керек. Міндет түрде указатель болу керек. Міндет түрде бір ауылға келгенде, ауданға келгенде сондай насихаттан жұмыстар болу керек. QR-код болсын, тағы бірдемелер болсын, сондайларды ету керек. Және де биыл біздің кеңсеміз, енді өздеріміз емес, аудандың жұмысшыларымен біздер өте сондай үлкен дәрежеге келдік. Жомарт жүректен 2 кісі тағайындалды, Казталовка мен Қаратөбе ауданы, және де үздік жобадан тоже біздер өзіміздің орнымызды алдық. Енді мен ойлаймын, енді ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасы енді қазір бастамасы бар ғой, айтып жатыр ғой. Ол енді жоба бізге үлкен енді жұмысты алдымызда жоспар етіп отыр. Біріншіден біздерді қуантатын ол жастардың жағдайын жақсартады. Мысалы, оларға енді үй беру жағынан қаржы бөлінеді. Ол сонда 800 мысалы адам болсын, жанұя болсын, олар үй алады. Және де жұмыс істемеген жастар жұмыстанады. Оларға мүмкіндік жасалады. Және де біздерде мына жоғары оқуда және мына орта оқуда оқып жатқан студенттер қазақша аударылған учебниктер дейміз, орысша айтқандай да, солар болады. Ол енді көп нәрселер.
және де өзіміздің қазақ тілімізді, қазақша сөйлеуімізді, және де өзіміздің тарихымызды білуі, о да септігін өзін білдіреді. И білім жағынан, енді біздер әлемге бәріміз паш етіліп жатырмыз, қазақпыз деп бәрі естіліп жатыр ғой, да? Сол мен ойлап тұрмын, өзіміздің рухани жаңғыру жағынан о да өзінің үлесін қосып жатыр деп, солай ойлап тұрмын. Соған қарағанда жұмыстарымыз өте маңызды, өте көп алдымызда жылда. Енді жобалық кеңсенің аудандарда, ауылдарда филиалдар бар ма? Мысалға, қаланы алатын болсақ, енді қалада орыс тілді орта бар, қалыптасқан, жаһанданудың да белгілері осы қалаға бірінші келіп жетеді. Ал ауылда қарасақ, әлі көп өзгеріс сондай жоқ сияқты. Қай жағынан? Бірінші ақпарат барлық өзгерістің бәрі қалаға келеді де, сосын барып ауылға жетеді деген пікірім бар. Бұл ретте рухани жаңғыру ауылдарда қалай жүзеге асып жатыр? Ол жағынан кішкене мен өте келіспейтін сияқтымын сізбен. Мысалы, мен өзім тәжірибемді айтып тұрмын ғой. Ауыл өмірін қарасам, ауылда кішкене рухани жаңғыруға мүлдем басқаша. Мысалы, алыңызшы Казталовка ауданын, мысалы, алыңызшы Қаратөбе ауданын, мысалы, алыңызшы Ақжайық ауданын, басқа Бәйтерек болсын, Тасқала, басқа аудан. Әрбір аудан өзінің ерекшелігі бар. Мысалы, Казталовкада меценат жағынан жобалар жақсы дамып отыр. Соның ішінде бұрынғы Жалпақтал ауданында, олар енді ауыл десе бір ішіп отырған тікәселерін жерге қояды. Көше болсын, біреуге көмек жасауға болсын. Қаратөбені айтыңыз, мешіт салады ма, үй салады ма, больница салады ма, фельдшерский пункт салады ма, меценаттар қарамайды, өзінің ауданына жасайды. Ақжайық жағынан, мысалы Жаңғаладан алсақ, біздерде мына зейнетке шыққан адамдар, өз тәжірибелері мол ғой, да? Солар енді үйде отырмай, ана киелі жерлерді дамытып отыр ғой. Келген кісілерге жағдай жасап отыр. Сонда қарағанда біздерде, мен өзім ойлаймын, ауданда рухани жаңғыру бағдарламасы алға кетіп баратыр. Біздер қала оларды әлі қуып жету керекпіз. Оны неге мен айтып тұрмын? Мына көшемен кетіп баратқанда қараңызшы, біздерде көбіне билбордтар қай тілде жазылып тұр? Біздер бір түрлі Павлодарға барғанда, орыс облыс дейміз ғой, былай қарағанда, оларға барғанда қазақтың иісі шығып тұр. Сквер болса, баннерлар тұр. Жолдан келатсан, баннерлар тұр. Тағы бірдеме қарап атсам, тағы бірдемелер тұр, қазақи. А енді біздікін қараңызшы. Біздікі кішкене, қазір енді кішкене бір қозғалыс бар сияқты, бұрында да болды ғой. Біздер мына шекарада бірнеше Ресей Федерацияның облыстарымен бірге тұрғанда, біздерден наоборот қазақ иісі шығып тұру керек, мүңкіп тұру керек қой, да? Біздерде кішкене ол әлі оның алдында жұмыс істеу керек. Баннерлар болып, киелі жерлеріміз болып, қазір бүкіл көшелерді өзгертсек, және де мына аялдамаларды өзгертсек, мектептерімізде былай қазақша жұмыстар, кружоктар бәрі де жүріп жатыр ғой. Бірақ та бірдеме жетіспейді. Жетіспегенде мен ойлап тұрмын, біздің кәсіпкерлер қазақша пока ойламайды, қазақша сөйлемейді, қазақша мүлдем бір ісін жасап атқанда қазақша қарамаса, біздерде өзгертуге кішкене бізде қиындау болатын сияқты. Жанашымағаннан кейін ол ықылас болмайды. Ішінде, да. Бизнес неге дамып жатыр, допустим, мына шетел жақтан айтып тұр. Олар бәрі де біздің бизнесмендер орыс тілі мен ағылшын тілді жақсы біледі. А енді қазақша енді бизнес болса, басқаша болатын сияқты. Сосын бізде бір қалыптасқан әдет бар, жалпы қандай қоғамдық шара болса, соның бел ортасында мұғалімдер, бюджеттік саланың қызметкерлері де, халық санағы болсын, басқа да бір жалпы халықтық сипатта шаралар болсын. Енді негізі мұғалімде өзінің жұмысы бар, бала оқытады, мектептің ішкі сыртқы жұмысы бар дегендей. Бюджеттік қызметкерлер де солай. Енді бұл ретте рухани жаңғыруға түрлі өткізетін шаралар бұл кісілерге қосымша жұмыс болып салмақ болған жоқ па? Негізгі жұмысына қосымша болып. Мен түсініп тұрмын, сіз не айтқыңыз келіп тұрғанын, бірақ та енді қазір ұлттық рухани жаңғыру жоба ретінде әрбір саладағы кісілерді рухани жаңғыру бағдарламаға, ұлттық рухани жаңғыруға бәрі мүлдем қатысады. Енді бұрын, иә, ауылдарда болсын, аудандарда болсын, өзіміз қаламызда болсын, мекемелерде, біздерде рухани жаңғыру бағдарламаны алға ісуге басуға біздер мамандаламыз. Ол енді өзінің бір атқарып жүрген жұмысы бар, а рухани жаңғыру просто қосымша беріп отырамыз. Сонда қараңызшы, қандай нәтиже болады. Ол тек қана рухани жаңғырумен қолданбаса, жұмыс істемесе, нәтижесі болмайтын сияқты. Енді біздер ойлап тұрмыз, рухани жаңғырумен айналысатын адамдар бөлек болады. Олар бөлек болады ауданда,
ауылда енді білмеймін, мекемелерде бөлек болады. Сонда олар уже енді индикаторлары болса, бюджет беріп жатса, енді тағы бір нәтижеге біздер тырмысатсақ, қайда етеді? Ол обязательно міндетті түрде бөлек бір маман болады. Енді әлеуметтік желідегі парақшаңызды оқып тұрамыз, сосын бұдан бөлек түрлі жиын шараларды сізді көріп, естіп тұрамыз, баяндамаларыңыз, бірақ салыстырмалы түрде алсақ, жаңа сөйлесіп отырғанда байқадық, қазақшаңыздан гөрі орысшаңыз әлдеқайда көшілгері. Енді рухани жаңғыру жобасына келгеннен кейін сіз де тіл ұстартып рухани жаңғыратын шығарсыз, қазақша үйретіп. Мен ойлаймын, мен өзім ұялам. Но ұялғаннан енді өзім жүрегім қазақ болғасын, біртүрлі ұятты былай сырт тастаймын да, орыс әріппен қазақша жазам, сөйлегенде қазақша сөйлегім келіп тұр, бірақ та ой орысша келіп тұр, оны пока аударып болғанша, енді өздеріңіз білесіңдер не шығатын. Бірақ та мен ойлаймын, қазір біздің замандарымыз, біз енді перестройканың адамдарымыз ғой, былай қарағанда. Совет үкіметінің тәрбиесін алдық, бірақ та құп етіп капитализмге келдік. Капитализмге келгенде біздер орысша оқығанбыз. Мектепте де, институтта орысша сөйледік те, бәрін былай қарағанда айтып. Енді қазіргі жағдайда маған, конечно, кешірім жоқ, 30 жыл өтті, 30 жылдың ішінде мен дұрыстап қазақша сөйлемей жатырмын әлі де. Бірақ та енді рухани жаңғыруға келгесін, маған енді мотивация, бір талпыныс болады. Сол рухани жаңғыру маған сол точка роста дейік орысша, сол беріп отыр. Енді осыған дейін сіз жауапты қызметте болдыңыз, қоғамдық жұмыстарға да белсене араластыңыз. Жалпы енді біраз жұмыс атқардыңыз ғой, енді қазір ойлап қарасаңыз бір өкінішіңіз бар ма? Істемей кетіп едім, үлгермей едік, мүмкіндік болмап еді деген сияқты. Енді кірісу керек екенсіз. Өкініш кішкене бар сияқты. Бірінші өкініш қазақ мектебіне бармағанына, және де сол қазақша үйренбегеніме. Мысалы, 50-ден асқасын, уже 60-қа келгесін, өздеріңіз білесіңдер ғой, уақыт бір есеп беру керек біз өзімізге. Сонда ойлап тұрмын, мен қазір қазақша дұрыстап білсем, мүмкін мен қиналмай, ұялмай, аудиторияға шығып, өзім тәжірибемді бәрін айтар едім. Үлкен трибунаға шығып. Екінші өкініш, енді адам баласында ұят болу керек, да? Ұяң болу керек, енді орысша айтқанда скромный болу керек қой, былай қарағанда. Бірақ та сол нәрселер кішкене кедергі келтіртеді. Мүмкін қазір ойласам, көп нәрселерді маған мысалы ұсынды. Мына жерге барыңыз, мында жұмыс істеңіз, мында барыңыз, мында. Но бірақ та мен өзім ойлағам, мені көрсе, мені бағаласа, неге мені өздері шығармайды алдына. И сонымен қазір қалып отырып. А қазір ойлап тұрмын, сол кішкене сол жетпеді. Бірақ та қайсарлығым бар сияқты, но бірақ та сол керек емес жерде ұялып қалатын болып тұрмын. Үшіншіден мен ойлап тұрмын, өзімде тек қана бір қызбен шектетіп. Сол дұрыс емес. Ол әйел адамға мүлдем үйлеспейтін нәрсе. Әйел адамда минимум дейміз 3 бала болу керек. Соған енді кішкене өкініш бар. Негізі демографтарда стандарт бар ғой. Мысалға бір бала болса, енді әке-шешесінің орын жабылмайды. Егер 2 бала болса, біреуі әкесінің, біреуі шешесінің орын жабылады. Егер 3 бала болса, онда плюс бір адам халық санына қосылады деп. Енді соның ең өкініш сол ғой, енді әйелдің бақыты болу керек, және де оның баласы болу керек, қалай енем болу керек, атам болу керек, бірақ өкінішке мынандай жағдайда қазір сол қоғамдық жұмысқа көп беріліп кеткен болып тұрмын ғой. Жалпы енді кез келген таңбаның өзінің бір белгісі бар, ертедегі рулар, тайпаларда өзін ерекшелеу үшін тіпті қару-жарағы, садақтың жебесіне дейін өзінше жаңа өрнектеген. Сол арқылы мысалы сақ жауынгерінің қылыш деп қазір археологтар ажыратып жатады, сол сияқты мына бертін келе рулардың да өздерінің бір таңбасы бар. Енді мына ұлттық жаңғыруға келетін, рухани жаңғыруға келетін болсақ, бәріміздің көзіміз үйренді, бірнеше 7 түстен тұратын құстың бейнесі, түрлі-түрлі құрақ көрпе сияқты түстен құралған. Бұл нені білдіреді? Біріншіден өзіңіз айтып тұрсыз ғой, 7 қазаққа киелі сан. Және де әрбір түсі, мына біздің бүркіттің түсі, 2017 жылда болғанда бүркіттің біртүрлі түстері біріктірілген жоқ. Ғашық болды, арасында ақ нәрселері болды. Енді қазір 2021 жылда ол тұтас болып кетіп тұр. Но бірақ та әрбір түс өзінің бір мағынасы бар. Мысалы, айтайын, мына көгілдір түс. Көгілдір түс ол аспанның түсі, сенім мен қауіпсіздіктің атмосфера құрайды.
Оны қарап отыру керек. Сонда елестейсіңдер ғой өздеріңіз. Көк түсі бар, қызыл түсі бар, сары түсі бар. Оны әрбір кісі өзінің фантазияны дейміз, солай біріншіден етеді, но және де мұсылман жағынан қарап отырады. Мысалы, көк түс ол үлкен жетістіктерге шабыттандыратын түс. Енді қызыл түс десек, ол енді алға ұмтылуға жіберетін кісіні сол түс. Енді сары түсті айтсақ, алтын дейміз, да? Күнді елестейміз. Ашық жасыл десек, ол енді үйлесімділікпен өсудің және дамудың түсі. Қараңызшы, әрбір түстің өзінің мағынасы болғанда рухани жаңғыру бағдарламасына соған бәрін беріп тұр. Енді күлгін түс көп айтады, мына қазаққа күлгін түс үйлеспейді ғой, бірақ та қызыл және көк түстердің энергиясын біріктіреді. Сонда ол қалғанда бізге энергия беріп тұрады ғой, енді былай өздеріңіз рух деген де сөзім бар ғой, былай. И қызғылт түс енді табиғаттың көктемгі жаңғыруымен бірге сергектік пен жаңаруды бейнелейді. Сонда қарағанда жеті түсі, әртүрлі түсі, енді біздің қазақи әрбір бізде ырымшыл енді адамбыз ғой, соған бәріне көрсетіп тұрады. Сол жеті түстердің мағынасы әрбір қазақтың өзінің қалай табиғатын болғасын ішінде бар. Сол енді біздің бүркітіміз солай етіп көрсетіп тұр бізге. Жақсы, көрермендер осы бір маңызды ақпарат алды деген ойдамын. Енді тағы бір сұрақ, жақында осы қаладағы автобус аялдамаларының атауы өзгерді, музейлердің аты берілді. Бұрын енді халық үйреніп қалған атаулар, енді қазір жаңа атауды қайтадан үйренуге тура келетін шығар. Бірақ бұл өзгерістердің қандай мән маңызы бар, қандай пайдасы бар? Қандай пайдасы, аялдамалар өзгерген бе? Енді рухани жаңғыру болғасын. Енді біріншіден, әрбір адам өзінің өлкенің тарихын білу керек. Ол біріншіден. Мысалы, Францияда сондай ақпарат бар. Францияда мемлекет органға барғанда мамандар емтихан тапсырады ғой. Сонда соңғы емтиханы ол енді өлке тану. Өлке танудан мүлдем айта алмаса, бүкіл қалай емтиханнан өтіп жатса да, оны өткізбейді. Сонда біздер ойладық, біздер неге сондай емеспіз? Мысалы, қазір өзіміз сараптама өткізгенде, біздің мемлекет органдары болсын, мына қаланың тұрғындары болсын, сұрайсың ғой, сен музейде болдың ба? Өкінішке болған жоқпын. Енді біреу қонаққа келіп жатса, бірінші қайда апарады? Қонақ қайда барып келеміз дейді. Сонда бірінде торговый центр мен музейлерге барады ғой. Сонда айтады, біздер қонақты апарғасын, сол музейді көрдік, өзі ұят болса да. Үшінші, енді мен ойлап тұрмын, біздер ішкі туризмді дамытамыз десек, турист келгенде автобусқа мінеді ғой, енді таксиге, автобусқа мінгенде қандай адамдар бар екен мына қалада, қандай әңгіме, қай тілде сөйлейді екен, бәрін байқап отырады ғой, сыншыл болады ғой енді. Сонда музей рухани жаңғыру, музей Хадиша Бөкеевнің театры, қазақ драм театры, өлкетану облыстық музейі болса, мысалы, Сәкен Гумаровтың, Маншук Мәметовтің музейі болса, олардың құлақтарына уже түседі ғой есіне, да? Сонда олар барғысы келіп тұрады осы музейге. Қазіргі біздер мысалы ойлап тұрмыз, әрбір остановкадан, мына музейге шейін баратқанда остановкада ауызша ақпарат беру керек. Мысалы, Сәкен Гумаровтың музейі мынандай жылды етті, мынандай еңбектері бар, мынандай суреттері салды, тағы бірдемелерді, екі тілде. Автобус жаңа аялдамаға жақындаған. Иә, жақындағанша босқа мысалы жастар келіп отырады ғой, телефонда отырып отырады, үлкендер енді сөйлеп отырады, біреу терезеге қарап тұр. Ол айтып отырғанда еще видеоны көрсетсе, вообще тамаша болар еді. Сонда кісілер бармаса да музейге, сонда ойлайды, біздерде мынандай бар екенге, Орал қаласында мынандай музей бар екен ғой деп. Сол мақсатпен біздер сондай ойға келдік. Енді біздер мына музейдің жұмысшылары да бізге алдын ала ұсыныс сондай бердік. Біздер енді депутат мәслихаты болғасын комиссияға да өтінішімізді айтып, солар қолдап, енді ақырында мына 30 жылдағы арнайы қазір біздерде 4-5 аялдама былай аранда өзгерілді. Именно біздің музеймен мына Қаздрам театрының атымен қойылып тұр. Жаңағыдай бейне жазба, көрнекі құрал ретінде пайдалану үшін автопарктерге ұсыныс тапсырған жоқсыздар ма? Жоқ, автопарктар енді өздері жеке кәсіпкерлер болғасын, біздер оған кішкене жүктеме салған жоқпыз. Қазір біздер уже ақпаратты алдық, қала мәслихатқа бердік. Олар енді өздері ДК мәдениет орталығына береді ме, олар дайындайды.
Мен ойлаймын, бір 16 желтоқсанға шейін, одан да ертерек болсын, 1 желтоқсанға шейін уже сол 5 аялдамаға сондай ақпарат болады. Потому что бүгін тек қана біз бүкіл ақпараттарды беріп отырмыз. Жалпы негізі әрбір істің өзінің бір нәтижесі болады ғой. Мысалы, оқушы сабағын оқығанда да ол ертең 5 алам, жақсы баға аламын деп құлшынып оқиды деген сияқты. Сол сияқты мына рухани жаңғыру бағдарламасының да қандай мақсат нәтижесі болу керек? Мысалы, осы іс басталғанда біздің деңгейіміз, индикаторлар осындай деңгейде де, ал бағдарлама аяқталғаннан кейін осындай деңгейге көтерілдік, осындай жетістікке қол жеткіздік деп. Мен өзім ойлаймын, что рухани жаңғыру бағдарламасы ол басы барда аяғы болмайды. Өнемей, қашан, неше жыл тұратын қазақ ұлты сошама рухани жаңғыру болады. Тек қана ол мына заманына сай өзгерілу керек. Прагматизм дейміз, бірдеме заман өзінің талабы бар ғой. Екіншіден, біздер әрқашан өзіміздің тарихымызды ұмытпау керекпіз. Сол енді біздерге қазаққа тәрбиеге де, мәдениетке де, мына кісімен қарым-қатынасына бәріне өзінің септігін тигізеді. Ол мәңгі бағдарлама деп мен өзім ойлаймын. Және де біздерде былай қазақтың ұлтында ұялатын нәрсеміз жоқ қой. Біздер неге ұяламыз? Өзіміздің дәстүрімізден, өзіміздің тарихымыздан, өзіміздің ұлтымыздан. Тек қана біздерді қолдау керек, бір-бірімізге қол ұшын беру керек, қазақ деп мақтану керек. Болды. Сұхбатыңызға рахмет. Осындай бір өзекті ойларыңыз айтып, небір күрделі мәселелерді көтергеніңізге, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, осымен біздің бүгінгі хабарымыз тәмам. Аман болын, көрісейік.